қырау түскен жасында сақалына, бақыт кірді сәкеңнің отауына. Білім алып қайтуға кеткен бала, келін алып оралды отанына. Тазалығы жанының сәбиге тең, жастар көптен бір-бірін таниды екен. Қуанғаннан ертіп ап бәйбішесін, әуежайға аттанды қари көкем. Ұлттық киім киініп, ақылдасып, у-шу болып топтасып, топырласып, арқа-жарқа көңілмен күтіп алды, ән жыр айтып, гүл ұстап, шашу шашып. Келіні боп кеп тұрған қазағымның, айын деген қыз екен Зазалидің. Бас құдағи Рассина ол да келіп, жатыр әлі басылмай базар үйдің. Иә ағайын, бұл қазақ сондай халық, жаны жомарт, қабағы шамдай жарық. Малайзияға қонақжай пейіліңді айтып барсын құдалар таңдай қағып. Айын енді қазақша айна болар, тіл біліп тілек айтып тойға барар. Бұл халықтан қорқатын дәнеңе жоқ, Қытай емес жеріңді жайлап алар. Діни ислам, өздері мұсылман ел, дос көңілін бауырға ұсынған ел. Абдуали балаңа сенім артып, қарлы қашын қазаққа ұшырған ел. Ата-енеге қызмет қып болдырмастан, жұп жазбасын жарымен тағдыр қосқан. Жатқа кеткен қазақтың қыздар аз ба, ана болсын солардың орнын басқан. Артық ба деп қазақтан малай келін, сын көзбенен әлі де қарай делім. Абдуали себебі азаматтың, төресі еді қызыққан талай керім. Ешбіріне алайда көз салмады, айын оның өмірлік өз таңдауы. Алақанға қондырды Алла қалап, ағармандай аруды дастандағы. Екеуіне бір бақыт күлімдесін, алыстығы екелдің білінбесін. Абдуали айынды айым десін, айын оны нұр шашқан күнім десін. Татулықтан ешкімде тең келмесін, ұрыс керіс жанжалға жол бермесін. Ақмаралдай аяулы жеңгемізді, анасынан өзінің кем көрмесін. Ғұмыр кешіп мәнді де мағыналы, тамсандырсын ел жұрттың бәрін әлі. Иман менен биіктеп беделдері, Құран менен нұрлансын шаңырағы. Құрсаққа құт жүзіне арай қонсын, жылда жүкті болуды қалай берсін. Садуақас қаридың ұрпақтары, жұмыр жердің жүзіне тарай берсін.